Мұрагер, халық ертегісі, бір шалдың 4 ұлы болыпты. Bir күні шал ұлдарын жинап алып, мен қартайдым. Біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады. Әрі қайсың маған байлықтарың мен ақылдылықтарыңды көрсетулерің керек дейді. Үлкен ұлы асыл тас салған жүзігінің көзін көрсетіп, міне, менің байлығым. Ал кім бай болса, сол ақылды дейді. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келетті. Мені осы түрімде көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді дейді. Үшінші ұлы күміспен және алтынмен апталған белдігін буынады да, мұндай белдікті ешкім, ешқашан буынып көрген емес дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап, басын шайқайды да, ең кіші ұлына бұрылып, сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың дейді. Сонда кенжесі, менде асыл тасты жүзікте, сәнді киімде, алтын күміспен апталған белдікте жоқ. Тек жұмысқа жарамды 2 қолым бар, қайрат жігерге толы жүрегім бар дейді. Шалға кенже баласының тапқырда ойлы сөзі ұнайды. Жұмыс істей білген адам жұтамайды деп, өзінің кенже ұлын үй шаруасын басқаруға мұрагерлікке атайды. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай, талабын орындауды өсиет етеді. Халық ертегісі.